Кайырлы күн. Бүгін сіздерге классикалық пицца жасап ұсынып отырмын. Өте дәмді пицца, жасап көріңіздер. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Пиццаның қамырына керек заттар: бізде жылы су 100 грамм, 50 грамм сұйық май, 10 грамм тұз, 5 грамм дрожж, алтын електен өткізілген ұн 250 немесе 300 грамм. Көз мөлшермен салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бірінші суымды құйып алам. Оған сұйық майымды құям. Тұзымды салам. Дрожжымды салдым. Енді жақсылап араластырамыз дрожжымыз ерігенше. Дрожжымыз ерігеннен кейін онды жайлап салып қасықтың көмегімен жайлап араластырамыз. Одан кейін қолмен жақсылап илеп 15-20 минутқа жылы жерге жауып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді оны түсіріп алып, ұнын шамалы сеуіп, суалап, майда осыны 4 бөлікке бөлем. Менде бұл қамырдан 4 пицца шығатын болады. Пиццаға арналып үйленген қамырымызды осылай суалап жайып аламыз. Бізге салмасына фаршированный етті қуырып алдым. Сыр керек, кетчупқа 1 қасық майонез салам. Болгар бұрышының жартысы и 2 қызанақ керек. Араластырам кетчуп майонезімді. Болгар бұрышы мен помидорымды осылай турап алам. Сөйтіп табама қамырымыз салып, кетчупты жағып, біркелкі осылай жағамыз. Одан соң бетіне қуырылған фаршымды салатын болам. Оның үстіне болгар бұрышын, помидор салам. Жүз 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Сыр сап болғаннан кейін бетіне. Сырды осылай бәріне біркелкі жайып саламыз. Пиццамыз пісті. Өте иіс керемет. Достар, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Тестасы өте жұмсақ. Кесіп көрсетемін. Бұлқылдап жұмсақ болып тұр тестасы.